Нағыз мұғалім бес аспап болу керек. Иә, бұл кез келген мұғалімнің қолынан келе бермейтін қасиет. Тек қажырлы да, өз жұмысын жақсы көретін, өз оқушыларын биік шыңға жетелегісі келетін ұстаздың ғана қолынан келеді. Мұғалімнің әмбебап маман болуы бүгінгі заман талабы. Ол тәуекелшіл болу керек. Кез келген ауыртпашылықты өзіне қабылдай отырып, тәуекелге баруға дайын болу керек. Мұғалім психолог. Ол тек білім беріп қана қоймай, алдында отырған шәкірттерін зерттеуі керек. Әр оқушымен жеке-жеке жұмыс жасау басты талап. Өйткені әркімнің қабілеті әртүрлі. Барлық баланы бірдей жақсы көруі керек. Ұстаз бала болмысына өзгеріс енгізуші, бағыт-бағдар беруші, ата-ананың сенімді көмекшісі.